мен енді 3,5 ай почти сторисқа дұрыстап шықпадым ше. И мен жаман ішім пысқан қатын болдым үйде жатқан. 3,5 ай не үшін шықпадым, потому что менде қатты токсикоз болды. Сразу қалай мен білдім беременна екенін, сразу менде токсикоз қатты болды. И оны токсикоздар болған адамдар қатты түсінеді екен. Мен деген бұрында әйелдер тәпіштеніп сөйтіп жүре ма деп ойлайтын ғой, сөйтсем реально қиын нәрсе екен ғой. Еще не только токсикоз менде. Мен не үшін тоже шықпадым, потому что мен даже үйден шықпадым. 3,5 ай мен вообще үйден шықпадым, потому что мен екі қабат екенімді білгеннен кейін, бір аптадан кейін ба, маған гематома деген не қойды. Угроза, короче. Баланың түсіп қалу қаупі бар деген не айтты. Короче, маған үйде жату керек, ештеңе істемеу керек, аяқты көтеріп жату керек деген деп айтты врачтар. Я такая, жарайды деп, қатты гематома деген нәрсеге мен мән берген жоқпын, себебі маған врач олай прям қорқытып айтқан жоқ та ол нәрсені, типа ондай барлық адамда болады, типа ол өтіп кететін нәрсе деген сияқты айтқаннан кейін жарайды дедім, мен мән берген жоқпын. И өзіме қатты мән беріп қарамаған ғой, жүре берген ғой, жұмыстарын істеп, үйдің тірліктері бар деген сияқты. Ыдыс жуасың, кір жуасың, кірді ілесің деген сияқты. Сондай жұмыс енді жеңіл ғой, бірақ соның өзінде істеп қойып, кішкене пысықсынып деген сияқты сондай болған ғой. Сол кезде врачым айтады, короче. И бір апта өтеді, бір аптадан кейін барсам, менде гематома одан әрі да болып кеткен ғой. Гематома деген, оказывается, бала енді толықтап айтып түсіндірмей ақ қой, енді болған адамдар түсінеді да оны. И маған айтады, короче, сен не өзіне қарамағасың ба, вообще неге дұрыстап қарамайсың, өзіне қарасай болмайды олай деп врачым ұрсады. Сосын бала түсіп қалу қаупі бар енді деп дәрілерін өлтіріп жазып береді. Ол дәрілердің бәрін мен ішемін. После этого мен уже ответственно қарап бастадым. Мен деген бүкіл жерден интернеттен қарап шықтым, прям искала информацию про эту гематому. Но везде біреу айтады, там менде дұрыс күтінбегеннен балам түсіп қалды деген сияқты қорқынышты заттарды естіп сөйтіп жүрдім. И депрессияға кірдім, жыладым деген сияқты. Сол моментте мен күйеуім Алишер қасымда болғанда өте қатты маған поддержка берді. Негізі ондай кезде күйеуінің поддержкасы өте важно екенші. Сонымен күшті жүрдім, то ұмытып кетемін, Алишер жанында болса ұмытып кетемін да, ал былай өзім жалғап қалсам болды, сразу соны ойлай берем. Сөйтіп мен 3 ай бойы сол гематомамен күрестім, короче. Оказывается, бала деген маткаға прикрепляться ету керек деген сияқты әңгімелер бар екен ғой. Қазір көп қыздарда сондай гематома деп нетеді екен, диагноз қояды екен, потому что экология слабый, экология дұрыс емес деген сияқты. Қазіргі біздің жеп жатқан тамақтарымыздың бәрі зиян деген сияқты. Сондай нәрселер болғандықтан баланың жаңағы отслойкасы кішкене қиын нетеді екен. Енді білмеймін, бірақ мен ондай қатты слабый қыз емеспін деп ойлаймын, бірақ көбісі айтады, может сен өзің слабый болғаннан кейін шығар деп, мен білмеймін, өзім слабый сезінбеймін. Сол менде история сондай болды. Из-за этого мен вообще ешкіммен сөйлескім келген жоқ, ешкімді көргім келген жоқ, мүлде инстаграмға шыққым келген жоқ, шынымды айтайын. После этого сразу қалай жақсы болдым, өзімді жақсы сезініп бастадым, токсикоздарым да кетті, прям өмірге жаңадан келген сияқты сезімде болып бастадым. И менде қазіргі сәтте аздап қана бар токсикоз, бірақ қатты емес бұрынғыдай. Қазір өзімді намного лучше чувствую. Содан кейін сразу айттым мен. Подписчиктарыма айтқым келіп жатыр, мен инстаграмды қолға алғым келіп жатыр деген сияқты. Алишер екеуміз съемка жасап, сіздермен бөлістік. Мен деген қатты бұндай реакция күтпедім, шынымды айтайын. Мен инстаграмға салып жатқан кезде енді менде уже как-то жоқ болып кетті.
ой немене деп мыжып кеттім ау деп жатқан шығарсыздар. Енді мен іші пысқан әйелмін ғой енді. Естерімді білмей жүрген. Сол сіздермен бір бөлісіп қояйын деймін ғой қандай состояниеде болғанымды. Рахмет баршаңызға. Көп ақ тілектеріңізді айтып, қуанып сөйтіп жатқандарыңызға енді таңғалып қалдым кәдімгідей. Ризамын. Тағы қандай әңгіме айтайын? Аузым жабылмады ғой бүгіндікке. Күйеуім әртіс көлік алып қаяққа баратыр десеңіздер. Күйеуім Ойлаңдар, қатындарыңыз үйде ұстап отырыңдар, Тигр шықты далаға, тигр. бүгінде жан кетші бар. Шалбар кидің ба, значит, все. Қыздар апасы. Мен бұл деген күйеу бала болып кішкене үйде қызмет етем ау десем, көке ғой. Бүгін Жоқ, бізде әдем бұл. Қонақтар болады. Мынау не? Күйеу әйелінің арқасын жарқырап жүр. Шашым істеп аламын ғой. мен ана үйдегілер неге шақырып жатыр? Бүгін есіктер көрсету деген болады. Мен түрімді қараңыздар. Аяқта ақ нәски, шлепкам вообще келмейді. Енді өзім үйім болғаннан кейін маған бәрібір болды да, бәрібір кеңес алдым. Көкем деген енді артист. Мен ойлағам ғой бұл үйге барады. Күн деген ема болып тұр ғой достар. Қалай жүрсіздер? Мен өзім үйден шықпаймын, кондердің астында жатып. Тірліктер бар кісілер, қалай жүрсіздер? Бұның астында масқара. Таза, короче, как грей болып қойған. Көшеде сатып тұратын.